Қазір бізде қызық жағдай болды. Мына жүгіріп келе жатқан кісіні көрдіңіздер ма? Осы кісі менің оқушым Гаухар ханым. Не істеп жүр далада деп ойлап қалмаңыздар. Солға бұрылып жатқанда оң жақта бір жол жүру ережесінің белгісі болды. Сол белгіні көрмей, мен көрсеттім, бұл кісі көрмеді. Енді қобалжығаннан соң мен өтіп кеттік. Сөйтіп өтіп кеткен үшін мен бұл кісіні сол жаққа жібердім. Көріп келуге. Көріп келдіңіз ба? Ойбай. Түсінбедіңіз ба? Не знак екенін көріп келсеңіз де. Көрсетіңіз. Мен мына знакты көрсеттім сізге. Және де сол знакты сіз көрмеген үшін сол жаққа жүгіріп барып келдіңіз. Дұрыс па? Істемеген бас не дейді қазақта? Істемеген бас екі аяқтың соры дейді. Түсіңіз ғой да қазақта. Сондықтан сіз мына знакты көріп үлгермеген үшін мен сізді жібердім. Мына знакты сұрадым мен сізден. Мынау қандай знак дедім. Біз осы көшеге бұрылып жатырық қой. Бұл белгі мына көшенің не екенін білдіреді? Односторонний дорога. Яғни бір бағыттық жол екенін білдіреді. Сол себептен осы бір бағыттық жолға сізбен түсіп жатқаннан кейін, сол белгіні өтіп кеткеннен кейін мен сізді барып көріп келуіңізді сұрандым. Енді оған ренжіп қалмаған шығарсыз енді. Жоқ, мен ойладым, ана баламен ол сиясын. Құдай самасын, не дейді? Баламен қайда? Бағана Константин деп айтсаңызшы, Константин ғой баланады, Ол Константиннің аяғы тротуардан проезжий частьқа түседі, сол кезде өткізуге міндетсіз. Тротуарда асықпай бір пиала шайын ішіп келе жатса, Константинді күтпейсіз. Сондықтан Константин емес, ол жерде бізге кім маңызды болды?